Сөздікпен жұмыс идентификациялау, identification, аутентификациялау, authentication. Кез келген қорғау жүйелерінің негізі идентификациялау және аутентификациялау болып табылады. Идентификациялау деп идентификаторды ұсыну процесін айтады. Идентификациялаушы ID, data name, identifier анықтағыш, яғни адамның ID-і, аты жөні идентификациясы алынады. Бұл объектіні басқа объектілерден ажыратуға мүмкіндік беретін бірегей белгі болып табылады. Ал аутентификациялау деп қолданушының ұсынған идентификатордың түп нұсқалығын немесе оның сол пайдаланушыға қатыстылығын тексеру процесін айтады. Яғни идентификация дегеніміз жеке адам туралы толық мағлұмат, ал аутентификация дегеніміз сол адамға қатысты мағлұмат, яғни түп нұсқасы екенін тексеру болып табылады. Аутентификация әдістері электронды қолтаңбаның барлық түрлері. Бір рет қолданылатын, яғни SMS немесе код хабарламалар, және бірнеше рет қолданылатын құпия сөздер, яғни пин-кодтар, кодтық сөздер, цифрлар, графикалық кілттер болып табылады. Үшінші, биометриялық, яғни физиологиялық және әрекеттік. Бұл қолдың таңбасы, көздің ішкі тор қабығы арқылы, дауыстың тембрі арқылы ажыратылады. Одан кейін географиялық орналасқан жер, яғни GPS геомәліметтері арқылы, интернетке кірген кезде біз GPS арқылы жүреміз ғой, сол арқылы да анықтауға болады. Адамның биометриялық параметрлерін өлшеуге негізделген аутентификация жүйесінің негізгі элементтері. Бірінші, сканерлеу құрылғысы, екінші, пайдаланушының идентификаторын қалыптастыратын идентификациялауды программалық қамтамасыз етуі. Үшінші, сканерленген бейнені деректер қорында бар бейнемен салыстыруды іске асыратын аутентификациялауды программалық қамтамасыз ету. Ерекше қолданылатын биометрикалық аутентификация жүйелерін қарастырайық. Саусақ іздерін сканерлегенде оптикалық элементтің көмегімен сурет қалыптасады. Ол бұдан әрі стандартпен салыстырылады. Саусақ ізінің биологиялық қайталануы 10-1 есе болады. Бұл қорғаудың ең жоғарғы дәрежеде екендігін береді. Алақанның формасын сканерлеу саусақ ұзындығын, қалыңдығын және саусақ бетінің аумағын өлшеуге негізделген өлшемді кескінді құрайды. Әрі қарай салыстыру үшін үлгіге түрлендіреді. Мұндай жүйелер заң органдарында, халықаралық аэропорттарда, ауруханаларда, иммиграциялық қызметтерде және тағы басқа жерлерде кеңінен таралған. Үшінші, көздің нұрлы қабықшасын ең үлкен дәлдікпен сканерлеген кезде 2D кескіндерін нақты адам көзінен ажырата алады. Төртінші, бет сканерлеу жүйесінің жұмысы адамның бетінің 3 өлшемді моделін құру болып табылады. Ол беттің бөліктері арасындағы негізгі арақашықтықты есептегеннен кейін құрылады. Адамның сақалды, мұртты, көзілдірікті немесе бас киімнің болуы адамның идентификациясына кедергі келтірмейді. Бесінші, бейнені жазу кезінде және дауыс бойынша тану процесінде олар әр адамға арналған дауыстық ерекшеліктерге, дауыстың жоғарылығына, модуляцияға және дыбыс жиілігіне сүйенеді.
бұл көрсеткіштер әрбір адам үшін бірегей және дауыс трактінің физикалық сипаттамасымен анықталады.